Күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау үшін жиналайық. Осы аптада мектеп президентін сайлауымыз керек екен. Қайырлы күн әріптестер, мектебімізде мектеп президентін анықтауымыз керек. Ол үшін сайлау тәртібіне сай мектепшілік сайлау өткіземіз. Атыргүл, сіз мектеп медиасына хабар беріп, әлеуметтік желіге сайлау болатынын жариялаңыз. Жарайды, онда іске сәт жұмысымызды бастайық. Сәлеметсіздер ме? Мен мектеп тәлімгерімін, есімім Атыргүл. Сәлеметсіз бе? Я, келіңіз, отырыңыз. Бізге ақпараттық хат келіп түсті. Мектеп президентін сайлауымыз керек. Сізге тапсырма. Осы ақпараттық хатты біздің мектебіміздің әлеуметтік желілеріне, YouTube платформасына және де газетке жариялауыңызды сұраймын. Я, ұсынысыңыз қабылданды, кешкі жаңалықтарда көрсетеміз. Нөмірі 174-ші мектеп гимназия мектеп президентін сайлауға дайын. Талаптар қарапайым, 3 тілді жетік білу және өзінің ұсыныстар парағы мен құжаттарын тәрбие бөліміне өткізу. Айта кетейік, сайлау 10 күннен кейін болады, барлық үміткерлерге сәттілік тілейміз. Мектеп жаңалықтарын бір қарайыншы, шықты ғой. Сайлау? Бұл не сайлау? Нөмірі 174-ші мектеп гимназия мектеп президентін сайлауға дайын. Талаптар қарапайым, 3 тілді жетік білу және өзінің ұсыныстар парағы мен құжаттарын тәрбие бөліміне өткізу. 10 күннен кейін болады, барлық Мен сайлауға қатысуым керек. Сәлеметсіздер ме? Мен өз кандидатурамды ұсынуға келдім. Сәлеметсіз бе, кіріңіз. Мынау менің жетістіктерім. Аты жөніңіз, сыныбыңыз? Якуб Завира Самбекқызы, 10-кі сынып оқушысы. Жақсы, Забира, сіздің құжаттарыңызды қабылдаймыз. Сайлау комиссиясының нәтижесін күтіңіз. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, біз дәл қазір сайлау комиссиясының жанында тұрмыз. Біздің естуімізше бірінші үміткер өзінің құжаттарын тапсырыпты. Қазір реті келсе, аз-кем сұхбаттасып көретін боламыз. Міне, үміткердің өзі де шыға қалды. Сәлем, сенің аты жөнің қандай? Аты жөнің кім? Сәлем, менің аты жөнім Якуб Завира Самбекқызы, осы 10-кі сынып оқушысы. Президент болудағы мақсатың қандай? Мектеп өміріне қандай үлесіңді қосқың келеді? Мен осы мектеп өмірін өзгерткім келеді. Мысалға айтатын болсақ, осы қабілеттердің барлығын балалардың арттыру керек деп ойлаймын. Мысалға, дебат ойындары болсын, тоғызқұмалақ болсын, барлығын біріктіріп, бір күшті етіп жасау керек деп ойлаймын. Егер сен мектеп президенті болсаң, мектеп өмірін қалай гүлдендіретін едің? Мысалға айтатын болсақ, осы журналистика бағытын алар едім. Осындай сұхбаттар алып, әрі қарай іс-шараларда көп жасайтын едік. Я, біздің мақсат осындай. Жақсы, сізге көп рахмет. Көп рахмет, сау бол. Я, үміткерлерге сәттілік тілейміз. Айта кетейік, үміткерлерді іріктеу әлі де жалғасып жатыр. Енді дұрыс болған сияқты. Сәлем достар, маған дауыс берулеріңізді сұраймын. Естеріңізде болса, мен осы президенттік үміткерге өзімді берген едім. Маған дауыс беріңіздер, мектеп өмірін бірге жақсартайық. Сәлеметсіздер ме? Мен сайлауға дауыс беруге келдім. Былай бар ма? Сәлеметсіз бе, құжаттарыңыз? Қолыңызды қойыңыз. Мына сайлау парағын алса, ана жаққа саласыз.
мен бүгінгі өтіп жатқан сайлауда бақылаушымын, және де бүгінгі өтіп жатқан сайлау әділ және де толықтай таза өтіп жатыр деп айта аламын. Сәлеметсіз бе? Мен мектеп президентіне дауыс беруге келдім. Сәлеметсіз бе? Құжаттарыңыз? Сегіз жыл. 8 Ж. Мында қойсаңыз. Все болды, иә? Сәлеметсіз бе, аты жөніңіз? Смадярова Аружан. Мына жерге қол қойсаңыз. Мектеп президентін сайлау аяқталды. Қазір сайлау нәтижесін білетін боламыз. Сайлау заңы бойынша мына бюллетень бізде жарамсыз. Осы бойынша қазір біз акт жазамыз. Бүгінгі сайлау нәтижесі бойынша 62,5% нәтижемен Якоб Забира Сәндібек қызы жеңіске жетті. Біздің мектеп президентіміз Якоб Забира Сәндібек қызы. Якоб Забира мектеп президенті болғаныңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ойыңызды айта кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осындай көп дауыс жинағаныма да қуаныштымын. Алдағы уақытта бірге жұмыс жасаймыз деген айтамын. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңмен реттеледі. 95 жылға 28 қыркүйектегі 2464 Конституциялық заң. Мұнда сайлаудың барлық тәртіптері, талаптары және жалпы ережелері анық көрсетілген.